Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз дүниетану 4-ші сынып Қазақстанның білім берудегі жетістіктері. Бүгінгі сабақта сен еліміздегі білім беру саласының даму жөнінде білесің. Болашақ мектебінің жобасын құрастыруды үйренесің. Тірек сөздер: институт, университет, гимназия, лицей, колледж. Балалар, суреттен не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Суретте үлкен біздің аталарымыз жазу жазып жатқанын көруімізге болады. Бұл балалар 20 ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру мәселесі қолға алынды. Сөйтіп, ауылдар мен қалаларда білім беру пункттері ашылды. Қызыл отауларда ересек адамдар білім алды. 1930 жылы барлық балаға міндетті түрде бастауыш білім беру тәртібі енгізілді. Қазақ тіліндегі оқулықтар дайындалды. Қазақ тіліндегі алғашқы алгебра оқулығын Қаныш Сәтбаев, география оқулығын Әлихан Бөкейханов жазды. 1928 жылы мұғалімдерді даярлайтын Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты ашылды. Бірнеше жылдан кейін институтқа Абай Құнанбаевтың есімі берілді. 1962-1963 жылдары 7 жылдық мектептен жалпыға ортақ 8 жылдық білім, содан кейін жалпыға ортақ 10 жылдық білім енгізілді. 1980-1990 жылдары жалпыға бірдей білім беру саласында 6 жастан оқыту жүйесі қолға алынды. Негізгі жалпы білім берудегі орта мектептер 11 жылдық болды. Мектептерде еңбекке тәрбиелеу ісіне үлкен көңіл бөлінді. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда білім беру саласында көп жұмыс атқарылды. 1991 жылдан бастап гимназия, лицей мен колледждер пайда болды. Облыс орталықтарында дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар ашылды. Мектептер компьютермен жабдықталып, интернет жүйесіне қосылды. 1993 жылы елбасы Назарбаев халықаралық болашақ стипендиясын тағайындады. Соның нәтижесінде жас мамандар әлемдегі озық университеттерде білім алды. Республикамызда зияткерлік мектептер мен жоғары деңгейді оқу орындары ашылды. Еліміздегі орта білім беру жүйесі өзгере бастады. Бүгінгі мектеп оқушыларды өздігінен шешім қабылдай білуге, 3 тілді сөйлеуге үйретеді. Қажет ақпараттарды өзі іздеп, түрлі деректерді табуға бейімдейді. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.